Сіздермен бүгін сиыр етінің кілегейлі соуста дайындалатын түрімен бөлісемін. Өте дәмді тағам, жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге керек заттар: 60 грамм саңырауқұлақ, 70 грамм пияз, 40 грамм қаймақ, 100 грамм сиыр еті, тұз бен бұрыш, және де гарнирға бізге картоп керек. Ең бірінші етімізді жіңішке етіп турап аламыз. Пиязымызды тураймыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, кішкене қызғаннан кейін үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Үстіне етімізді саламыз. Оттың астын басып, біраз қуырылғанша қақпағын жауып қойып қоямыз. Үстіне тұзымызды, бұрышымызды саламыз. Тағы біраз қуырылғанша біз саңырауқұлақтарымызды турап дайындап қоямыз. Саңырауқұлақтарымызды алдын ала сыртын тазалап дайындап қойдым. Ет пен пиязымыздың үстіне саңырауқұлақтарымызды салып орналастырамыз. Ыдысымызға суымызды құйып, үстіне аршылған картоптарымызды саламыз, тұзымызды себеміз, және де сұйық май құйып, біз отта картопымызды пісіріп аламыз. Міне саңырауқұлағымыз қуырылды, үстіне 200 граммдай су құямыз. Біздің тағамымыздың түрі осындай қоңыр түсті болып шығады. Үстіне 2 ас қасық қаймақ саламыз. Барлығын араластырып, енді 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Содан кейін біздің тағамымыз дайын болады. Міне біздің тағамымыз дайын. Біздің картоптарымыз қазір пісіп шығады. Келесі біз тамағымызды салатын ыдысымызды әдемілеуге кірісеміз. Ең бірінші салат жапырақтарын алып, осылай шетіне орналастырамыз. Қызанағымызды турап аламыз. Қасына тұздалған қиярларымызды қойып шығамыз. Біздің тағамымызбен өте дәмді болып үйлеседі. Міне біздің картобымыз пісті, түбінен біраз су алып қалып, еземіз. Оның үстіне кішкене сүт қосып жіберсеңіздер болады. Біздің картобымыз өте дәмді болып шығады. Міне біз ыдысымызға дайын болған
сиыр етіміз, саңырауқұлақпен бірге араласқан тағамымызды саламыз. Бұл тағам өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Кез келген тағамды дастарханға әдемі етіп ұсынатын болсаңыздар, бірден тәбетті ашары анық.